Ассалаумағалейкум достар, 4-ші бөлім. Бұл видеода мен сіздерге проекттеріңізге аудиофайлдарды импорт жасау және экспорт жасауды көрсетемін. Ешқандай қиындық жоқ, бірақ бастамас бұрын кез келген аудио редакцияға арналған программаларда сол функция именно импортқа және экспортқа арналған функциялары шамамен бірдей. Бірақтан профессиональный музыкальный программаларда кішігірім айырмашылықтар болуы мүмкін. Соғанда кішігірім тоқталып өтеміз. Енді проектімізге бір аудиофайлды импорт жасап көрейік. Импорт жасау үшін мынау жоғарыда тұрған жазулардың ішінен біріншісі файлға кірсек, файлдан список бойынша импорт деген табамыз. Мына үлкейтіп көрсететін болсам, мына импорт және ары қарай кіреміз. Ары қарай мына аудиофайл деген жазу тұрады. Осы аудиофайлға кірсек, бізде мынандай импортқа арналған окошко ашылады. И сіз проектіңізге кез келген звук болсын, минусовка болсын, плюсовка болсын, аудиофайлды импорт жасай аласыз. Мысалы, мына жерге бір аудиофайлды импорт жасап көрейік. Мінекей, бізде аудиофайлымыз проектімізге импорт жасалынды. Және ойнатып көре аламыз. Мінекей, бұл импорт жасаудың ешқандай қиыншылығы жоқ. Ал енді біз экспорт жасап көрейік. Экспорт жасау үшін біз осы фрагментті немесе мына жерде айталық бір сіз плюс жазған болсаңыз, немесе аранжировка жазған болсаңыз, осының барлығын біз белгілеп алуымыз керек. Белгілеу үшін горячий клавишқа енгізіп қойған Штейнберг компаниясы уже заводской настройкада тұрады ол. Любой версиясында тұрады Cubase-тің. Ctrl аны бассақ, немесе бүйтіп мышкамен де қоршап алсақ болады, немесе Ctrl аны басып жіберсек, бізге міне қоршап берді, белгілеп берді. Енді осыны біз ары қарай P деген әріпті басып жіберсек, ағылшынша P-ны бассақ, мінекей бізде мынаны қоршап берді көк қып. Үстінен қарасаңыздар көк болып қоршалып тұр. Бұл границалары бізге мысалы осы түгелімен экспорт болып шығу керек. Осы түгелімен бізге қоршап берді. Немесе мысалы бір фрагментті ғана бізге экспорт жасау керек болса, мысалы мынау көкті бүйтіп жылжытып, кез келген жерін экспорттап алуға болады. Енді осыны экспорт жасап көрейік. Экспорт жасау үшін біз қайтадан сол файлға кіреміз. Файлдың ішіне список бойынша экспорт деген табамыз. Экспорттан ары қарай кіреміз. Оның астына міне аудио миксдаун деген тұрады. Осы аудио миксдаунға кіреміз. И бізде мынандай экспортқа арналған окошко ашылады. Бұл окошкода бізде әннің атын жазуға болады, немесе мысалы плюс жазған адамның атын жазып, ары қарай әннің атын жазып қоюға болады. Бұл названияға арналған окошко. Екінші окошко бізде бұл путь дейді. Біз мысалы қай жерге экспорттауымыз керек? Рабочий столға ма, немесе осы проекттің өзінің аудио файлына ма, немесе бірден процессорыңызда тұрған флешкаға дейін соның ішіне экспорттау жерге болады. Бұл соған арналған окошко. Одан кейін бізде файлдың форматы. Біз көп жағдайда MP3 және WAV деген форматты қолданамыз. Бұл жерде тек қана таңдай саласыздар. Таңдасақ, мысалы WAV файлға айналады, MP3. И астында біз MP3 файлдың килобитін қойсақ болады. Көп жағдайда бізге максимально качественно шығу үшін 320 деген килобитті қолданамыз. И частотасы, мына жерде частотасында қойып қойуға болады. Бірақ 44100-бен шығара беріңіздер. Одан 44100-бен 48000 арасында едәуір бір айырмашылық жоқ. Ары қарай мына жерде бізде мынандай галочкалар тұр. Бұл галочкаларды біз қойып қойсақ, одан кейін мынаған кірсек, бұл жерде мынандай аудиофайлдың ішіне информация жазып қоюға болады. Мысалы, әннің атын, орындаушысын, альбом, қаншасыншы трек, қаншасыншы жылы шықты, мына жерде жанры, және мына жерде комментариясына дейін жазып қоюға болады. Комментарияға өздеріңіздің телефон нөміріңізді жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, бір аудиофайлды клиентіңізге жібердіңіз, ол ары қарай өзінің туысқандарына WhatsApp арқылы жібереді.
одан кейін соткада тыңдаған кезде ана жерде орындаушының аты жазылып тұрды, астында сіздің нөміріңіз жазылып тұрды. Енді былай айтқанда кішігірім реклама. Керек жоқ болса, бұл мына жерде галочкаларды алып тастайсыз. Ары қарай бізде real time экспорт деп тұр. Бұл real time, бізде экспорттың екі түрі бар: офлайн экспорт және real time экспорт. Офлайн экспортта файлыңызды компьютеріңіздің күшіне байланысты тез айналдырып жіберу мүмкін, немесе слабый компьютер болса жай экспорттайды. Ал real time'да мысалы 3,5 минуттық ән болса, соны түгелімен 3,5 минут бойы экспорттайды. Одан кейін мына жерде әртүрлі форматта экспорттауға болады. Мысалы моно қылып экспорттауға болады. Split channels деген бұл левый канал мен правый каналды бөлек-бөлек экспорттап береді. Және LR канал деген ішіне өздері импульс кіргізіп қояды аудиофайлға. Бұл да бір өзінің бір ертең күні кейбір программаларда, Pro Tools деген программаларда кейде экспорт стерео файлды бөлек-бөлек ашып қояды. Бөлек-бөлек моноканалға ашады. Сондай жағдайда біз бір файл болу керек экспорт. Сондай кезде LR-ді қолданамыз. Одан кейін астынан pool аудио трек деген бар. Бұны біз басып жіберсек, екеуіне галочка қойып қойсақ, біз экспорт жасағаннан кейін аудио файлдарыңыз проекттің ішінде өзі трек создавать етеді, сол жерден өзі түседі проекттің ішіне. Егерде ондай функция қажет жоқ болса, онда бұл галочкаларды алып тастайсыздар. Одан кейін барып, мінекей экспортты басып жіберсек, бізде мына уведомление шығады. Мына экспорт жасасақ, бізде компьютеріміз сіздің аудио файлдарыңызды экспорт жасап береді. Мінекей экспорт жасалды. Ал егерде біз екі галочканы қойып қоятын болсақ, тағы да мына жерден қазір атын өзгертейік. И экспорт жасасақ, қазір бізде астынан проекттің ішіне трек создаваться етеді. Мінекей, бізде рабочий столға түсті файл, мінекей. И проекттің ішінен де өзі трек ашып қойды. Енді бұл бізге көп жағдайда бұндай қажет жоқ. Сондықтан да жаңағы галочкаларды алып тастасаңыздар болады. Мына бұл импорт пен экспортқа арналған видео. Және сол импорт пен экспортты горячий клавишқа енгізіп қойсаңыздар болады. Кез келген өзіңізге ыңғайлы клавишіңізге қойып қойсаңыз, бағындырып қойсаңыз болады. Сол баса салсаңыз сол кнопканы импорт шығады, баса салсаңыз экспорт шығады. Мысалы, мен оны бір белгілеп қойғам, мен әшейін клавиш бассам, мышканы баспай-ақ менде импорт шығады. Экспорт бассам, мынаны белгілеп аламыз. Экспорт бассам, менде мынандай окошко шығады. Мына жерде жасалынған настройка бір рет жасап қойсаңыздар болды, ол мәңгі бақи тұрады. Енді бір системный бір сбой болып қалмаса, бұлай тұра береді настройка. Мінекей достар, бұл импорт пен экспортқа арналған видео. Келесі видеода уже біз кеңінен басқа инструменттермен танысамыз. Жоғарыда тұрған инструменттермен және транспортный панельмен танысамыз. Сондай достар, сау болыңыздар.